Су өмір көзі. Бірақ таңертең тамақпен бірге немесе спорт алдында қалай ішіп жүрсіз? Су өмір көзі. Бірақ таңертең тамақпен бірге немесе спорт алдында қалай ішіп жүрсіз? Бір қарағанда бәрі дұрыс сияқты. Бірақ шын мәнінде адамдардың 90% суды ішудің ең негізгі ережелерін бұзады. Кейде судың өзі пайда емес, зиян алып келеді. Бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген. Толығырақ видеода. Бірінші бөлім қате су ішу жолдары. Тамақпен бірге көп су ішу. Көп адам тамақпен қатар су ішеді. Бірақ асқазан сөлі, тұз қышқылы тамақты ыдырату үшін белгілі бір концентрацияда болуы керек. Суды көп ішкенде сол қышқылдық сұйылтып кетеді. Digestive Diseases and Sciences журналы 2021 жылғы зерттеуінде тамақпен бірге 300 мл-ден артық су ішкендерде ас қорыту баяулап, іштің кебуі мен рефлюкс жиі болатыны анықталған. Мұздай су әсіресе аш қарынға. Мұздай су асқазан мен ішектегі қан тамырларын тарылтады. Бұл қоректің сіңуін тежейді, кейбір адамдарда жүрек айнуын немесе ішек спазмын тудырады. Тек шөлдегенде ғана су ішу. Шөл ағзаның саз сигналы. Яғни сіз шөлдеген кезде ағза әлдеқашан дегидратация басталған деген сөз. Суды жоспарлы түрде ішу алдын алу тәсілі. Екінші бөлім су ішу уақыттары мен мөлшері. Таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су. Ол ішек жұмысын қозғайды. Метаболизмді іске қосады, түнгі токсиндерді шығарады. Температура дене температурасына жуық 30-37 градус болуы керек. Тамақтан 30 минут бұрын 1 стақан су. Бұл асқазан сөлінің бөлінуін оңтайландырады, артық жеудің алдын алады. Тамақтан кейін 1 сағаттан соң ғана су ішу. Ас қорытудан кейін су ішу тағамның жақсы сіңуіне көмектеседі, бірақ бірден емес. Күнде орта есеппен 30 мл көбейтеміз дене салмағына, яғни салмақ килосына. Мысалы, 70 кг адам 2,11 литр су ішуі керек. Бірақ бұл мөлшер ауа райы, физикалық белсенділікке байланысты өзгеруі мүмкін. Үшінші бөлім артық су ішуде қауіпті ме? Иә, гипонатриемия деген өте қауіпті жағдай бар. Бұл суды шамадан тыс көп ішіп, қандағы натрий деңгейі тым төмендеп кеткен жағдай. Ағза сініп, миға қысым түсуі мүмкін. 2019 жылғы Clinical Journal of Sports Medicine зерттеуі. Марафон кезінде шамадан тыс су ішкен спортшылардың 12% гипонатриемия белгілерін көрсеткен. Сондықтан суды да мөлшермен ішу керек. Төртінші бөлім қай су пайдалы, қайсысы зиян. Сүзілген су ең қауіпсіз нұсқа. Хлор, ауыр металдар, бактериялардан арылған. Қайнаған су микробтан таза, бірақ минералдары азаяды. Пластик бөтелкедегі су егер күнге ыстыққа қысса, пластиктен бөлінетін бисфенол А, БПА гормондық өзгеріске ұшыратуы мүмкін. Тым минералды сулар қатты, кей адамдарда бүйрекке салмақ салады. Қорытынды. Суды ішу ең оңай көрінетін нәрсе. Бірақ дұрыс уақыт, дұрыс температура, дұрыс мөлшер өміріңізге әсер етеді. Көп су ішкен адам емес, дұрыс су ішкен адам дені сау адам.